Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Блинный домашний құймақтың рецептін көрсетемін сіздерге. 2 жұмыртқаны араластырамыз жақсылап. Сосын қойы басы кету керек. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, оған 1 қасық қант саламыз. Тәттіні қатты жақсы көрсеңіз, одан да көбірек салуға болады. Міне кішкене қостық. Одан көп болса қатты тәтті болып кетеді. Бұны да қантты жақсылап араластырамыз жұмыртқамен. Екеуі кішкене көпіршік болу керек. Міне араластырып жатырмыз. Осы маған шанышқы ыңғайлы. Араластырғанға, қолға ұстағанға да өзі жеңіл, жан-жаққа шашпайды. Шанышқыны пайдалана берсеңіз болады, немесе миксер болса миксермен араластырсаңыз болады. Біз көп адамға емес, кішкене адамға жасағандықтан 2 жұмыртқаны ғана қостық. Және сүт қосамыз, жарты кесе деп айтсақ болады. Жарты кесе сүт, жылы сүт қосып жатырмыз. Сүтті 3,2% сүтті қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне сары жұмыртқа ақ түске айналды. 2 жұмыртқа, 1 қасық қант және жарты кесе сүт қостық. Жақсылап араластырып жатырмыз. Ендігі кезек не қосамыз енді? Енді сұйық май қосамыз. Сұйық май қосу міндетті. Жұмыртқа сковородкаға жабыспайды және жұмсақ болады. Сұйық май есебі 2 қасық немесе 3 қасық. Үлкен ас қасықпен тағы да жақсылап араластырамыз. Өте әдемі болып шықты. Негізі олай постоянно бола бермейді. Осы рецепті өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Міне араластырып жатырмыз. Шанышқыны көрдіңіз бе? Араластырғанда еш жаққа шашпайды. Бәрі біркелкі араласу керек. Май, сұйық май. Біз пайдаланған май шедевр. Иісі шықпайды, дәмі шықпайды. Сондай үйіңізде қандай сұйық май бар, соны пайдалана бересіз. Және ас соданы көп қоспаймыз, өйткені дәмі шығып кетеді. Кішкене ғана 1 шымшым деп айтамыз, осындай 1 шымшым. 1 шымшым ғана ас содасын қостық. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткізіп созсаңыз, араласқанда түйін болмай әдемі араласады. Негізі барлық жағдайда нан пісіргенде де, торт пісіргенде де осылай електен өткізген дұрыс. Жұмсақ болып піседі және жақсы көпсейді. Міне араластырамыз. Түсі аппақ әдемі түс болды. Оның түйіншігі түйін болмау керек. Мүмкіндігінше миксер болса тез болады негізі. Вилкамен де болады. Мен өзі 2 адам, 3 адамға ғана дайындап жатырмын. Егер көп адамға дайындасаңыздар, осыны жаңалдегі басынан бастап есе көбейтіп жасайсыздар. Мен 2 жұмыртқа қосам, сіз 4 жұмыртқа қосасыз. 1 қасық қант қосам, сіз 2 қасық қант қосасыз. Олай көбейтіп қосасыз. Жан-жақтағы ұндарды түсірейін деп осылай араластырып жатырмын. Түйін жаңа електен өткізгеннен кейін қатты түйін болмайды. Егер ұнды сол күйінде тастай салсаңыз, онда нанның ішінде түйіршік болып, ұндар дұрыс араласпай қалады. Осылай жақсылап араластырамыз. Көбірек араластырған дұрыс. Түйіні кетейін деп қалды, міне. Шамалы ғана.
шамалы ғана араластырамыз, сосын сковородканы қыздырамыз. Араластырып жатырмыз. Міне қоюлығын көріп тұрсыздар, қатты қою емес, сұйық емес, әдемі болды. Егер қою болса, қатты болып кетеді, жан-жаққа жайылмай қалады. Сұйық болса үзіліп кетеді қамыр, бір-біріне бірікпей шашырап кетеді. Сондықтан осы қоюлық сақталу керек. Ұнды нормадан көп қоссаңыз, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Міне біздің сковородкамызға сұйық майды кішкене ғана тигіземіз. Өйткені блинida уже тестасында май бар. Осы бір-ақ рет саламыз. Отты бірінші қойған кезде жақсы қыздырып алып, сосын астын жай етіп қоямыз. Оттың астын басамыз. Міне біз біріншісін пісіріп, уже практика жасап, екіншісін пісіріп жатырмыз. Өте дәмді, сәтті шықты. Кейбір кезде дұрыс болмай қалып жатады. Ондай болған жоқ. Осы рецепті сіздер сақтап қойыңыздар. Мен де өзіме дұрыстап сақтап қоям. Еді бұдан көп қоссаңыз дұрыс болмай қалады. Қатты қою болып кетеді, немесе қатты сұйық болып кетеді. Сол кезде блини әдемі шықпай қалады. Өте дәмді, жұмсақ болды. Балаларға таңғы асқа бердім. Балаларға өте қуанып қалды. Әрі жұмсақ, әрі дәмді. Барлық адам сүйсініп жейтін базардан сатып алынау тіс жұқығыш зубочистка. Сковородкаға негізі қасық вилка тигізбей осындай ағаш заттарды пайдалансаңыз, сонда оған із қалмайды, жырылып қалмайды. Егер жырылып тұрса, жырық пайда болса, темір тисе, сковородка жабысқыш болып кетеді, қамырларды өзіне жабыстырып алатын болады. Сондықтан жуған кезде де абай болу керек. Отты кішкене көтермесем, жай пісіп жатыр. Ол жұқа нәрсе болғандықтан орташа болу керек оты. Міне пісейін деді. Әдемі болды. Енді келесі бетіне аударамыз. Міне өте дәмді блини шықты.